саламатсыздар, құрметті ұстаздар мен оқушылар. Өзіңіз тану, махаббат пен шығармашылық педагогикасы атты 10 күндігіміздің басталғанын хабарлаймыз. Өзіңді тану, ғаламды тану, жақсы менен жаманды тану, өзіңді өзің талқыға салып, адал менен арамды тану. Үлкенге иман керек, кішіге иба керек. Адамдар бірін-бірі құрметтеп, сыйлау керек дегендей. Әрбір адам өзіне, ата-анасына, отанға, туған елге сүйіспеншілікпен қарайды. Ыстық ықылас, шынайы сүйіспеншілік махаббат сезімін тудырады. Әлемдегі бар жақсылық, сүйіспеншілік, жақсы сөз, жақсы ой арқылы келеді. Олай болса, мұғалімдердің жақсы тілек, құттықтау сөздеріне кезек берейік. Орта мектебінің ұжымы және оқушылар, сіздерді жылдағы дәстүрдегідей өзін-өзі тану пәнінің махаббат пен шығармашылық педагогикасы айлығымен құттықтаймын. Барлықтарыңыздың еңбектеріңізге творчалық табыс тілей отырып, осы іс-шараға атсалысуларыңызды сұраймын. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан, сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін таптап арқалан деп, Абай атамыз айтқандай, кішіге мейірімді, досына қайырымды, еңбек сүйгіш, шыншыл да қамқор болсаң, өсе келе ата-анаңның, отаныңның мақтанышы боласың. Құрметті ұстаздар, сіздерді өзін-өзі тану пәнінің махаббат пен шығармашылық апталығының ашылуымен құттықтаймыз. Өзін-өзі тану рухани өркендеуінің түп тамыры және адамгершілік құндылықтардың негізі. Осы өзін-өзі тану апталығында бойларыңызда 5 құндылық: сүйіспеншілік, қиянат жасамау, ішкі тыныштық, дұрыс әрекет, ақиқат. Осы жақсы қасиеттер бойларыңызда болсын, ұстаздар. Өзіңді өзің танысаң, істің басы деп Шәкәрім атамыз айтқандай, өзін-өзі тану пәні арқылы балалар өмірде кездесетін түрлі жағдаяттарды шешуге, өз ойын ашық айтуға, пікірін, сезімін, көңіл күйін жеткізе білуге, өз мүмкіндігін жүзеге асыруға, адами қарым-қатынас жасауға, денсаулығын сақтауға, жақсы қасиеттерін ашуға үйренеді. Жақсы болу өзіңнен, жаман болу өзіңнен. Өзіңді өзің аяда, өзің үйрен өзіңнен дегендей, адам ең алдымен өзін жақсы танып білген жағдайда ғана өзін тәрбиелеп, көздеген мақсатынан жете алады. Осы орайда Абай атамыздың өлеңін айтып өтсем: сенбе жұртқа, тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап.